Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін біз Asus TUF Gaming F15 ноутбукқа драйвер орнатуды және баптауды үйренеміз. Asus ноутбук, игровой ноутбук. Мына жерде маркасы жазылған, яғни модель номер атау Asus TUF Gaming F15 деген. Енді бұның маркасы керек, модель яғни номер. Ноутбуктың арқасында мінекей жазылған FX506L деген. Әр ноутбукта модельдер әртүрлі болады. Драйверлерін тексеру үшін мой компьютер управление кіреміз. Ол жерге кіргеннен кейін бізге диспетчер устройств деген қатар керек. Диспетчер устройств. Соны басамыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қай жерде леп белгі бар болса, сары түспен белгіленген леп белгілердің барлығы драйверлер жоқ деген білдіреді. Талай драйверлер жоқ екен мына жерде тізімде көрсетілген. Қазір сол драйверлерді қалай іздеп табуды, қалай көшіруді көрсетемін. Бұл мәселе тек қана бұл ноутбукта емес, қаншама ноутбук болса, барлық ноутбуктарда осындай проблема туындайды. Бірінші бізде базовый видео адаптер, 2 видеокартаның драйвері жоқ. Қалған мына жерде звуковой карта, сетевой карта, Wi-Fi солар сияқты құрылғылардың драйверлері жоқ. Google'ды басқа компьютерде Google интернет ашып, Google'ды ашамыз. Сол жерге скачать драйвер дейміз де ноутбуктың фирмасы мен моделін жазамыз. Және ары қарай Windows 10 болса, қайсы Windows екендігін қосып жазуымыз керек. Бұл компьютерде, ноутбукта Windows 11 орнатылған. Мінекей жаздық, Enter'ны басамыз. Негізге драйвер тапқан кезде, біздің ноутбук Asus компаниясынікі болып табылады. Сол үшін сол Asus компаниясының өзінің сайтына кірген дұрыс. Себебі сол өзінің сайтында оригинал драйверлер болады. Мінекей шыққан терезеде бізде драйвер и утилита деген терезе тұр, команда. Соны басамыз. Соны басқаннан кейін төменде бізде тізім таңдау керек. Моделін яғни 2 модель ұсынып тұр, модель таңдап тұр. Windows 11 64 биттікін таңдаймыз. Және төменде поиск болса, поискты басамыз. Бұл жерде бізге қазір бірден барлығын тауып тұр. Networking деген бізде сетевой адаптердің картасы, драйвері яғни. Соны көшіреміз. Чипсеттің драйвері мына жерде. Аудио деген дыбыстық картаның драйвері. Ары қарай графикс деген видеокартаның драйвері. Видеокарта бізде 2 болып саналады. Біреуі Intel, біреуі Nvidia. Ары қарай басқа да құрылғылар көрсетілген. Ешқайсыны қалдырмай барлығын толығымен түгеліп көшіріп алу керек. Көшіріп алып шамамен жарты сағат, 1 сағат уақыт кетеді. Басына барып, басынан бастаймыз. Мына networking деген қасында скачать деген кнопка тұр. Соны бір рет басамыз. Басқан кезде басқа терезе ашылып, бірден скачка кетеді, көшіруге кетеді, яғни көшіре берсін. Біз көшіруге жіберіп қоямыз да, келесі неге көше береміз. Бұл жерде networking деген жерде сетевой карта бар және Wi-Fi адаптер бар. Екеуін де көшіріп алдық. Ары қарай чипсет яғни материнский платаның драйвері. Оны да міндетті түрде көшіру керек. Одан кейінгі бізде драйвер. Бұл жерде драйверлерде версияларына қарау керек және даталарына қарау керек. Мына көрсетілген драйверлерді шетінен біртіндеп көшіре беру керек.
Мінекей драйверлер загрузкада тұр, көшіп жатыр. Олардың барлығына айналына дейін көшіріп күтуіміз керек. Бұл жерде әртүрлі утилиталар да бар екен, программалар да бар, соларды көшіру керек міндетті түрде. Келесі бізде аудио драйвер, міндетті түрде көшіреміз. Аудио драйвер болмаса, ноутбукта кейін дауыс шықпай қалады. Видео драйвер болмаса, кино немесе ойындарды ашпай қалады. Сетевой карта драйвер болмаса, интернетке қосылмайды. Сол сияқты драйверлерді барлығын міндетті түрде көшіріп алып орнатуымыз керек. Осылай біртіндеп. Ноутбукта драйвер орнату өте машақат жұмыс. Біраз уақыт алады және қиындықтар туындайды осындай. Кейбір ноутбуктарда драйверлер шықпай қалады. Оны интернеттен бар түрлі сайттарын іздеп отыруға тура келеді. Мінеге бізде видеокарта екеуі бар. Nvidia видеокартасы және Intel интегрированный видеокарта дейді. Соны көшіреміз. Ары қарай басқа да бір құрылғының драйвері көшіріп аламыз. Bluetooth'ында драйвер бар екен, соны да көшіріп аламыз. Ноутбукта Bluetooth әлі күнге дейін бар екен, шығып жатыр екен. Мына жерде тізімді ашып қарасақ, әлі көшіріп жатыр. Бұл жерде ең көп уақыт алатын көшіруде видеокарта мен звуковой картаның драйвері. Олардың памяті көп болады. Мінекей барлық көшіп болды. Мой компьютерде загрузка деген папканың ішіне жиналып тұрады. Барлығын ерекшелеп флешкаға көшіреміз. Бұл бізді ноутбуктан көшіріп отырған жоқ, біз басқа компьютерден көшіріп отырмыз, интернет бар жерден. Содан сол компьютерден біз флешкаға көшіріп аламыз қазір. Бір папка ашайық. Драйвер деп атауын береміз папкаға. Флешкаға көшірілген драйвер деген папканы ноутбукта D дискіге бір папкаға көшіп қойған дұрыс. Флешканы алып келіп жалғаймыз да. Ноутбукта S дискіге емес, рабочий столға емес, D дискіге көшіп қоямыз. Установканы бастаймыз. Ретімен бастай береміз. Бұл жерде порядок деген нәрсе жоқ. Қайсы бірінші тұрса, соны ашып, ары қарай далее, я принимаю, далее, установитті басамыз. Бұл жерде ключ сұрамайды, бір активация сұрамайды. Осылай папканың ішіндегі неше драйвер болса, барлығын міндетті түрде орнатып шығу қажет. Ешқайсы бір қалып кетпеу керек. Драйверлердің установка істеу барысында байқасаңыздар, сол бетте мына сарымен леппелі болып тұрған драйверлер шетінен жоғала бастайды. Мінекей бізде қазір видеокартаның драйвер табылды. Мына установка біткеннен кейін перезагрузка сұрап жатыр. Біз нетті басып, закончитті басамыз. Кейін барлығын орнатып болған соң, бір атауға перезагрузкасын бір рет беруге болады. Мінекей сонымен келесі драйверлерін орнатуды бастаймыз. Келесі драйвер бізде Intel интегрированный видеокарта дейді. Соның драйверін орнатып жатыр. Видеокартаның драйверін орнату барысында моргать, яғни экраны өшіп жанады. Ол дұрыс нәрсе негіз. Мына тізім бойынша енді драйверлердің бәрін орнатып шығамыз. Менің каналыма подписчик жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Бір шеше алмай жатқан мәселеңіз болса,
комментарийде жазып кетіңіздер, мен сұраққа жауап беруге әрекет жасаймын. Ұсыныстар болса қабылдаймын. Менің каналымда номерім қалдырылған, WhatsApp номерім, хабарлассаңыздар болады. Қандай да бір тақырыпта видео түсірсеңіздер, сол тақырып бойынша видео түсіруге әрекет жасаймын. Маған поддержка беріңіздер, каналымызға көптеу адам жиналуға көмектесіңіздер. Басқа топтарға, басқа группаларға, басқа IT мамандарына осы YouTube канал туралы хабардар етіп тұруларыңызды сұраймын. Мінекей, мына жерде драйверлер орнатылып жатыр. Мен видеоны тездетіп жібердім, тез орнатылсын деп. Шамамен 10-15 минут уақытта кетеді барлығын орнатуға. Орнату барысында байқасаңыздар, сол бетте тұрған, сол терезеде тұрған сары леп белгі болып тұрған драйверлер шетінен орнатылуын бастады. Мінекей мына жерде тексеріп көрсек, видеокарта және басқа да драйверлердің барлығы орнатылды. Тек 2 драйвер қалып кетті, оны енді зерттеп іздеп көру керек. Мен жаңа ескертіп айттым, кейбір драйверлер табылмай қалады ноутбугымда. Оны енді интернет әлемінен іздеп табу керек. Егер де сондай қалып кеткен драйверлерін іздеп табу сіздерге қызық болса, каналымда сол туралы видео ролик болады. Ашып іздеп көріңіздер. Міндетті түрде подписка жасаңыздар. Рахмет.